Сәлем достар. Қол мен аяқтың үйіп қалуы көпшілігімізге таныс мәселе. Кейде бұл жай ғана қан айналымының бұзылуы болса, кейде ағзадағы күрделі мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Бүгін біз үюдің негізгі себептерін, қауіпті белгілерін және үй жағдайында оны жеңілдетудің тиімді әдістерін талқылаймыз. Біздің арнаға жазылып, лайк басып, пайдалы ақпаратпен танысыңыз. Қол-аяқтың үйіп қалуының негізгі себептері: қан айналымының бұзылуы, бұған дұрыс отырмау, тар киім кию немесе ұзақ уақыт бір қалыпта тұру себеп болуы мүмкін. Дәрумендер мен минералдардың жетіспеуі, мысалы, В дәруменнің жетіспеушілігі жүйке жүйесінің қызметін бұзып, үю сезімін тудырады. Қант диабеті, қант деңгейінің жоғарылауы жүйке жүйесіне әсер етіп, үюға себеп болуы мүмкін. Остеохондроз, мойын немесе бел омыртқаларындағы өзгерістер жүйкенің қысылуына және қан айналымының бұзылуына әкеледі. Невропатия, бұл жүйке талшықтарының зақымдануынан туындайтын жағдай. Жүрек қан тамыр аурулары, тромб немесе қан қысымының бұзылуы үю сезімін тудыруы мүмкін. Үй жағдайында емдеу әдістері, жеңіл жаттығулар, ұйыған аймақты қозғалту қан айналымын жақсартады. Мысалы, қолды жоғары көтеріп, саусақтарды жұму және жазу. Аяққа арналған жаттығулар, шеңбер жасап айналдыру немесе жеңіл серуендеу. Массаж, үйіп қалған жерді жұмсақ уқалап, қан айналымын қалпына келтіріңіз. Массаж жасау үшін зәйтүн майын немесе жылы вазелинді қолдануға болады. Контрасты ванна, қол-аяқты алдымен жылы суға, кейін суық суға батыру қан айналымын жақсартады. Шөптік компресстер, түймедақ немесе жолжүйкен шөптерінен компресс жасап, ұйыған жерге қойыңыз. Бұл жүйкені тыныштандырып, қан айналымын жақсартады. Дұрыс тамақтану, рационға дәруменіне бай тағамдарды қосыңыз. Мысалы, жаңғақтар, жұмыртқа, балық, магний мен калийді банан, картоп, шпинат. Тұзды ванна, теңіз тұзы қосылған жылы суға қол немесе аяқты салып, 10-15 минут ұстауда көмектеседі. Қашан дәрігерге қаралу қажет? Егер үю жиі қайталанса және ұзаққа созылса. Үймен бірге ауырсыну, ісіну немесе терінің түсінің өзгеруі байқалса. Бас айналу, әлсіздік немесе көру қабілетінің төмендеуі сияқты қосымша белгілер болса. Қол-аяқтың үйіп қалуы кейде қарапайым жағдайдан туындаса, кейде денсаулыққа қатысты маңызды мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Үй жағдайында жеңіл әдістерді қолдану көмектеседі, бірақ проблема қайталанса, дәрігерге қаралғаныңыз дұрыс. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Денсаулық басты байлық. Біздің арнамен бірге пайдалы кеңестерді біліңіз.